осындай күнделіктер жасаймыз. Магазиннен келдім де сіздерге сразу видео түсірейінші деп шештім. Мен осындай үй жағдайында өзіміз қалаған осындай күнделіктерді жасап қалай жасау керегін үйреткен болатынмын, көрсеткен болатынмын. Яғни без аппарата тегін аппарат сатып алмай-ақ өзіміз үшін жасап алуға болады. Енді мынандай күнделіктерді сатуға болады. Қараңыздар, қазір көрсетемін. Бірінші беті. Мына жерде короче нелері бар. Қалғандары ашылмай жатқан қарашы. Мына жерде сүрелер. Бұл Рамазан күндері, иә? Ешқандай несі жоқ. Бұл қалай жасадық? Яғни сізде ешқандай тағы да аппарат жоқ. Аппаратсыз ақ өзіңіз үйде жасауға болады. Қалай жасаймыз? Оны көрсетеміз. Ендеше, құрметті оқырмандар, өте мұқият қараңыздар. Міне менде дайын осындай күнделіктерді шығарып алғанмын. Осылай міне 30 күнге арналған күнделіктің жоспарлары, иә? Қалған видеоларымды мен тез түсіремін, себебі сіздердің уақыттарыңыз кетпесін деп. Маған көп адам айтты, ақырын сөйлеш, түсінбей қалдық деп. Сондықтан ешқандай монтаж қоспай осылай түсіріп жатырмын. Тездестірмей ештеңені, то есть қараңыздар, осылай қайырып аламыз. Бір текс етіп қайырып аламыз. Яғни бұл менің жаңағы күнделігім, е? А4 параққа жасалған күнделігім. Оны біз обычный осындай әр үйде табылатын, барлық үйінде, адамның үйінде болатын осындай степлермен істейміз. Обычный, ешқандай бір басқа бір әлемнен келмеген, кәдімгі магазиннен алынған осындай степлермен, даже міне қарап тұрсаңыздар, кәдімгі қарапайым степлер магазиннен дүкеннен алынған. Барлық жерін реттеп, түзетіп аламыз. Осы жерде өте мұқият боласыздар ғой, жаңа айтқанымдай. Себебі жан-жағы шығып, артық қисайып кетіп, қисық ілініп қалмасын. Менде бет шеті кішкене қисайып қалсын. Ортасынан тура етіп өріп жатырмын. Ол үшін бізге енді тағы не керек? Бізге степлер керек. Менде осындай носки. Носки болмаса да картон, пластик, сондай жұмсақ нәрсе тұру керек. Себебін қазір түсінесіздер. Самый важный момент. Мына жерде степлерді аламыз. Мына менің степлердің өзі ауру, қарамайсыздар ма? Қисайып жөндеп жіберіп тағы да саламыз. Ой, степлерімізді ілеміз. Күте тұрыңыздар. Мен айтып тұрмын ғой, тездетейін десем, барлық адам тез түсірдің дегеннен кейін осы жолы асықпай түсіріп жатырмын. Осылай жасайсыз. Міне, ортасына алып барасыз. Степлерді осылай шетінен қоясыз. Міне, қолымызды басамыз. Все. Енді түсінесіздер. Қазір көрсеңіздер, точно түсінесіздер. Вот қаларыңыздаршы, екі жері шығып тұр. Значит, біз оны қолмен жөндей аламыз деген сөз, е? Екіншісі кетті. Осы жерде мен айтудым, даже нем бұзылып тұр степлерім. Енді үшінші. Негізі екі жерден ғана істесеңіздер ұстап тұрады. Мен өзіме сенімді болу үшін үшінші рет осылай істейтінім бар. Болды, все, дайын. Енді ішкі бетін көрсетейін мен. Носкидің даже этикеткасы қапты ғой. Мына қараңыздар, осылай болып тұрыпты, үшеуі шығып тұрады. Сіздер екеу жасасаңыздар да болады дедім. И анан ішке қарай қайра саласыз. Бұл қолда не бар? Қайшымен болсын, мен қазір қолымда степлер тұр. Соның үшін степлермен осылай қайра салып жатырмын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Егер видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал сіздерге дәл осындай күнделіктер қажет болатын болса, электронный варианты менде бар. Жазсаңыздар болады.